Адамның тәрбиесі көп сөзбен емес, ұсақ ісімен, күнделікті қылығымен көрінеді. Қазақ тәрбиелі елдің ұлы батыр, қызы ару деп бекер айтпаған. Өйткені тәрбие адамның түп тамыры. Ол киімде де емес, байлықта да емес, қимылда, қарым-қатынаста, кішіпейілділікте. Ата-әжелеріміздің өмір тәжірибесінде тәрбиенің шынайы өлшемі адамның қалай сөйлейтіні, қалай тыңдайтыны және қалай сыйлайтыны арқылы байқалады. Сондықтан дана қазақ адамның көркі мінез, мінездің көркі әдеп деген. Бірінші белгі сөзімен сөйлеу әдебі. Тәрбиелі адамның ең әуелі сөзі әдепті. Ол ешкімді ренжітпей сөзін ойлап айтады. Бабаларымыз сөз сүйектен өтеді деп бекер айтпаған. Өйткені кейде бір ауыр сөз адамның жүрегінде жылдар бойы жара болып қалады. Ата-әжелеріміз балаға ең әуелі сәлем беруді, сөзді бөлмеуді, үлкеннің сөзін тыңдауды үйреткен. Бұл сөйлеу мәдениетімен бірге сыйластықтың бастауы. Әжелеріміз бір сөз айтқанда, оның әр буынында өнеге бар еді ғой. Сөзіңді салмақтап сөйле балам, өйткені тіл адамды да, елді де көтереді, ал ұятсыз сөз ұлтты төмендетеді. Екінші белгі ұстамдылық пен сабыр. Тәрбиенің екінші өлшемі сабыр. Қазақтың әр қариясы сабырды өмірдің өзінен үйренген. Асыққан шайтанның ісі деп, әр іске байыппен қарауды үйреткен. Біздің ата-бабаларымыз дауласқаннан гөрі үндемей жеңуді ар санаған. Жаман мінез жау, сабырлы мінез сау дейді халық. Кімде-кім ашуға ерік берсе, өзін жоғалтады. Ал сабырлы адам салмағын арттырады. Тәрбиелі адам дауды емес, татулықты, тыныштықты қалайды. Үшінші белгі қарым-қатынас пен кішіпейілділік. Тәрбиенің үшінші белгісі адаммен қарым-қатынас. Қалай амандасасың, қонаққа барғанда қалай отырасың, дастархан басында өзіңді қалай ұстайсың, бәрі де адамның ішкі мәдениетін көрсетеді. Біздің әжелеріміз бұны өмірлік қағидаға айналдырған. Біреудің үйіне кірсең, төрін емес, көңілін сыйла. Қолыңмен бергенше жылы сөзіңмен бер. Міне осы бір ұсақ көрінетін қимылдардың түбінде үлкен жүрек тәрбиесі жатыр. Кішіпейіл адам ешқашан ұтылмайды. Ол өз орнын біледі, өзгеге де орнын береді. Қазақтың ұлы сөздерінің бірі былай дейді: тәрбие тал бесіктен басталады, ал көргенділік қабірге дейін сақталады. Ата-әженің көзін көрген, сөзін тыңдаған адам әр қадамын ойланып басады. Өйткені олардан қалған өнеге жалған жарқыл емес, өмірдің сабағы. Сондықтан адамды тану үшін оның киіміне, не байлығына қарама. Оның тәрбиесін мына үш нәрседен біл. Сөзі қалай, сабыры қандай, кісілік қарым-қатынасы қалай. Сол үшеуінде жарық болса, ол адамның жүрегінде иман мен әдеп бар. Сөзің өзіңнің айнаң. Айтқан әр сөзіңді ой елегінен өткіз. Жақсы сөз жарым ырыс. Аузыңнан шыққан әрбір сөз өзіңе қайтып келеді. Әдепті адам ауыр сөз айтпайды, ауыр сөз айтып өзін төмендетеді. Үлкеннің сөзін бөлмеу құрметтің ең биік белгісі. Әдемі сөйлей білу білімнің емес, тәрбиенің жемісі. Аз сөйле, көп тыңда, тыңдай білу даналықтың басы. Сөзіңді емес, сөзіңнің әсерін ойла. Қатты айтқан сөз жүректі жаралайды, ал жылы сөз жаныңды емдейді. Кісі сыртынан жаман сөйлеу өз абыройыңды кеміту. Сәлемің сыпайы болса, сөзің де, өзің де сыйлы боласың. Ашуға ерік берген, ақылға қиянат жасаған. Сабыр адамның ішкі байлығы, асығыстық әлсіздіктің белгісі. Ашуланғанда үндемеуді үйрен, бұл ең үлкен тәрбие. Сабырлы адамды жеңу мүмкін емес, себебі ол өзін жеңіп қойған. Бір сәт үнсіздік мың өкініштен сақтайды. Уақыты келмей ашылған гүл солады. Сабырсыз іс баянсыз. Ұстамдылық адамдықтың қорғаны. Сабырдың артында қайыр бар деп айтқан бабалар босқа сөйлемеген.
Шыдамсыз адам жолсыз жүргінші сияқты қайда барарын білмейді. Әр істің сәті бар, асықпай күтсең, өзіңнің де, өзгенің де қадірін білесің. Кісіге құрмет көрсетсең, өзіңді биік етесің. Кішіпейіл адамды жұрт өзі-ақ көтереді. Үлкенді сыйлау өзінің ұрпағыңа өнеге. Бөтен үйге барғанда сөз емес, сыпайылық сөйлесін. Дастархан басында өз орныңды біл, бұл мәдениеттің айғағы. Біреудің үйіне көңіліңмен кір, көңілсіз кірсең, бәрі салқын тартады. Сыйластық жоғалған жерде береке де жоғалады. Кішіпейілді болу, өзіңді төмендету емес, адамды биіктету. Біреудің кемшілігін көрсең, жаба біл, тәрбиенің биік көрінісі. Әдеп пен инабат адамның киімі емес, рухының көрінісі. Тәрбиелі адам өз мінезін түземей, ешкімнің мінезін түзе алмайды. Кісінің шын мәдениеті ешкім байқамайтын сәттегі ісінен танылады. Тәрбиенің ең үлкен сыны билік пен байлық қолыңа тиген сәт. Әдепті адам өзіне ештеңе қажет етпесе де өзгеге орын береді. Тәрбиенің негізі үнсіз құрмет пен іштей ризашылық. Адамның сөз емес, тыңдай білуі оның рухының деңгейін көрсетеді. Кім өз ата-анасына қалай қараса, баласы да соны қайталайды. Бұл тәрбиенің айналымы. Тәрбиелі адам біреудің кемшілігін емес, өз бойындағы қатесін көбірек ойлайды. Мінездің көркемдігі жүректің тазалығынан туады. Адамның тектілігі сыпайы сөйлеп, сабырлы бола білуінде. Тәрбиенің ең шынайы түрі ешкім көрмеген жерде де дұрыс әрекет ету. Тәрбиесіз білім суы жоқ бұлақ, нұры жоқ күн сияқты. Адамның тәрбиесі оны әлсізге, жоққа, жетімге қатынасынан байқалады. Кішіпейіл адам ешқашан төмендемейді, керісінше биіктей береді. Біреуге рахмет айту ең жеңіл, бірақ ең сирек кездесетін әдеп. Адамның ішкі мәдениеті оның дауысының емес, үні мен жылулығының деңгейі. Тәрбиенің ең биік шыңы кешіре білу. Әдепті адам дауға емес, дәлелге жүгінеді. Шын тәрбиелі жан өзіне де, өзгеге де талап қоя білетін адам. Тәрбиенің тамыры отбасында, ал жемісі қоғамда көрінеді. Тәрбиелі адам ешқашан өз жақсылығын айтып мақтанбайды, оны іс-ақ танытады. Әдептілік сыртқы мінез емес, ішкі мәдениеттің бейнесі. Тәрбиелі адам өзінен кішіні қорламай, үлкенге асыра сөйлемейді. Адамның тәрбиесі оның әлсіз сәтінде өзін қалай ұстайтыннан көрінеді. Тәрбиелі жан біреудің абыройын емес, өз қадірін қорғайды. Ізеттілік үлкенге бас ию емес, өзінің деңгейіңді түсіну. Адамды сұлулығы емес, сөзімен сәлемі көркейтеді. Тәрбиелі кісі сөзімен емес, әрекетімен өнеге қалдырады. Тәрбиенің төрі өзіңді басқаның орнында көре білу. Кім өз ата-анасына құрмет етсе, сол өмірден құрмет көреді. Нағыз тәрбие ешкім көрмесе де ар-ұятына адал болу. Жақсы тәрбие сән емес, өмірдің шырағы. Тәрбиелі адамды сынақ сынай алмайды, себебі ол өз нәпсісін жеңген. Әдептің бастауы тілде, жалғасы істе, түбі жүректе. Кісіге орын беру ұсақ қимыл емес, үлкен рухтың белгісі. Тәрбиелі адам өз пайдасын емес, ортақ пайданы ойлайды. Тәрбиенің ең таза түрі ата-анаға үнсіз қызмет ету. Адамның сөзі емес, қарым-қатынасы оның кім екенін көрсетеді. Тәрбиелі адам өз ойын ашық айтады, бірақ ешкімді төмендетпейді. Өр мінез туа біткен емес, тәрбиеден туған қасиет. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.